Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік, үгілмелі қамырдан етті бәліш жасайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге суық сары май, ұн, 2 жұмыртқа және қаймақ қажет болады. Сары майымызды ұнға малып отырып, үккіштен барлығын өткізіп аламыз. Енді ұн мен майымыздан қолымыздың көмегімен осылайынан крошка жасайтын боламыз. Ендігі кезекте 2 жұмыртқамыз бен қаймағымызды салып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды мешочыққа салып, кемінде 1-1,5 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Салмасына тартылған етімізге ұсақтап туралған картобымызды және пиязымызды дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді бір шетке қоя тұрып, қамырын жаюға кірісеміз. Қамырымызды бірі үлкен, бірі кішірек болған 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігі астына, кішкентай бөлігі үстіне кететін болады. Ең бірінші астыңғы бөлігінің қамырын жаямыз. Қамырымызға ақырын ұн сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Мен 4 бұрышты пішінде жасамақпын. Негізінде бұл рецепт 30-40 үлкен противенге арналған рецепт. Сіз бұл рецепттен 2 кішкентай етті бәліш жасасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай, және домалақ пішінде жасасаңыз да болады. Дайын болған қамырымызды противенге осылай жайып аламыз. Енді үстіңгі бөлігінің қамырын жаямыз. Қамырларымыз дайын. Енді салмасын салып, жақсылап біркелкі етіп, жайып шығамыз. Салмасын шет-шетіне сәл жеткізбей саламыз. Себебі қазір қамырдың жан-жағын бүгетін боламыз. Салмамыздың бетіне екінші кішірек қамырды жаямыз. Осылай басып шығамыз жан-жағын. Және артық қамырларды пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Екі қамырдың жан-жағын жақсылап біріктіріп аламыз. Және осылайынан жан-жағын әдемілеп өріп шығамыз. Шетінен қалған қалдық қамырларды мен жайып, бетін сәндемекшімін. Осындай жылдызша формалардың көмегімен қамырымызды кесіп алдым. Бәлішімнің үстіне осылайынан қойып шықтым. Негізінде кез келген күйде өзіңіз әшекейлесеңіз болады. Және бәлішіміздің бетіне және жан-жағына жақсылап жұмыртқаны жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша күнжіт себуге болады. Ең соңында
бәлішіміздің ортасын тілгілеп шығамыз осылайынан, себебі ауа барып тұру керек. 175 градус қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің етті бәлішіміз дайын болды, осындай әп-әдемі болып шықты. Өте бір сондай жұп-жұмсақ, дәмді, тіл үйіретін бәліш болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер және пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.